садақа берушіден болайық. Түпсана кітабынан үзінді. Садақаның қасиеті туралы хадистерден алынған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның риуаянат еткен. Жақсылық өмірді ұзартады. Садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Табарани. Садақа берген адамның ризығы көбейеді және дұғасы қабыл болады. Ибн Мажа. Садақа беруге кедергі болған адамға лағнет болсын. Исфахани. Садақа қабір азабынан қорғайды. Қияметте қамқорлығына алады. Байхаки. Садақамен қиыншылықтардың алдын алынды. Дайлями. Судың отты сөндіргеніндей садақа да күнәларды жояды. Термизи. Валлахи, садақа берумен мал азаймайды. Олай болса садақа беріңдер. Ахмед. Садақа дүние мүлікті көбейтеді. Олай болса садақа беріңдер. Ибн Абидуния. Садақа 70 түрлі бәленің алдын алады. Бұлардың ең жеңілі алапес ауруы. Хатиб. Садақа шайтанның белін сындырады. Дайлями. Жасырын берілген садақа Алланың ашуын сөндіреді. Байхаки. Алла ризалығы үшін садақа берген адамға қияметте Аллах тағала: «Ей құлым, сен менің ризалығымды көздедің. Мен сені масқара етпеймін және денеңді жаһаннамға харам етемін. Кәне, жаннатқа қалаған есігіне кір», деп бұйырады. Дайлями. Аз да болса садақа беріңдер. Ақшасын сақтап бермеген адамнан Аллах тағала ихсанын кеседі, мейірімін үзеді. Мүслім. Ризығының көп болуын қалаған адам садақа берсін. Дайлями. Садақа беріп ризықтарыңды көбейтіңдер. Байхаки. Садақа мал мүлікті көбейтеді. Ибн Ади. Садақа беруде асығындар, өткені бәле садақадан асып өте алмайды. Табарани. Байхаки. Садақа беріңдер, өткені садақа жаһаннамнан құтылуына себеп болады. Табарани. Бір дана құрма болса да садақа ретінде беріңдер. Өткені ол аз да болса аштықты кетіреді және судың отты сөндіргені секілді күнәларды жояды. Ибн Мүбәрак. Садақа нәпіл ораза тұтудан да құнды. Байхаки. Сауабын мұсылман әке-шешесіне бағыштап берілген садақаның сауабы оларға да барады. Өз сауабынан да еш нәрсе азаймайды. Табарани. Садақа ретінде берілген бір үзім нан Аллах тағаланың алдында Худ тауындай үлкейеді. Табарани. Оқыңыз, қайтара оқыңыз. Садақа туралы ойыңызды өзгерте алдым деп ойлаймын.